Hayırlı gün. Tüy, yuxtatpadыңдар ғой. Қайдағы ұйқы, Әли? Бүгін мереке ғой. Жаңа жыл мерекесі. Міне, қаншама балалар жиналған. Вау! Саламатсыңдар ма, балалар? Жаңа жыл мерекесі құтты болсын! Ая, қараш, қандай керемет балалар жиналған. Я, Әли, байқадым. Балалар тәртіпті, сабырлы, тәрбиелі. Ең бастысы, мейірімді екен. Дәл солай, Ая. Мерекеге жиналған барлық балалар мейірімді. Бүгінгі біздің мерекемізге әлемді аралап жүрген, қысты қатты жақсы көретін кейіпкерлер қонаққа келеді. Ая, неғып тұрсың ендеше? Оларды шақырсаңшы. Балалармен таныстырайық, бірге би билеп, ән салып, мерекені тойлайық. Әрине шақырамын. Олай болса, қарсы алыңдар. Бізге, Қазақстанға, дәл осы жерге арнайы балалар үшін әлемді аралап жүрген Эльза мен Олаф келді. Ду қол шапалақ. Қарсы алыңыздар! Армысыздар, бармысыздар балалар? Сіздермен мерекені бірге өткізсем деп, бір жыл бойы армандап, ұзақ жүріп келіп қалдық. Сәлем, Ая. Сәлем, Әли. Сендерді аман есен көргеніме өте қуанып тұрмын. Сәлем, Эльза. Біз де сені көріп, қуанып тұрмыз. Рахмет, достым. Ал мынау менің досым, өздеріңіз білетін Олаф. Олаф, сәлем десеміз. Олаф қане, амандаса ғой. Жоқ. Олаф. Жоқ, амандаспайым. Олай болмайды. Біз мерекеге келдік. Көңілді өткізуіміз керек. Қане, Олаф, күлімдеп амандасайық. Олаф, сәлем! Сәлем. Олаф, не болды саған? Неге жыладың? Алыс жолдан шаршаған болар. Олаф, шаршадың ба? Әлде қарның ашты ма? Олаф, сен неге ренжіп тұрсың? Кім сені ренжітті? Айтшы, қане, кім? Анау. Кім? Қалай? Екеуің жаңа ғана кездесіп тұрсыңдар ғой. Ол айтты, Эльзаны көргеніме қуанып тұрмын деді. Ал мені көргеніне қуанбай тұр. Олаф, кешірші. Мен сені де көргеніме қуаныштымын. Рас па? Шын айтасың ба? Жарайды, кешірем. Бірақ көңіл күйім әлі түсіп тұр. Ая, Эльза, ендеше Олафтың көңіл күйін көтеру үшін шоколад дайындайық. Дұрыс айтасың, Әли.
Балалар, біз бәріміз бірге қосылып, Оловтың көңіл күйін көтеріп бірге билейікші, қане? Бәріміз бірге қосылып, кеттік! Everybody in the world likes chocolate. We love it. Oh, it makes you happy. Yeah, it gets you sexy. It makes you bad. But we don't care about that. Now come on. Mama, she said, roly poly. Papa, he said, holy moly. Everybody want a chocolate. Choco. All the girls want candy. All the boys get ready. Everybody want a chocolate. Come on. Choco. Clap. Choco. Slap. Everybody say a chocolate. Here we go. Choco. Clap. Choco. Slap. Everybody say a chocolate. Chocolate. Choco. Chocolate. Choco. Chocolate. Here we go. Mama, she said, roly poly. Papa, he said, holy moly. Everybody want a chocolate. Choco. All the girls want candy. All the boys get ready. Everybody want a chocolate. Come on. Choco. Clap. Choco. Slap. Everybody say a chocolate. Here we go. Choco. Clap. Choco. Slap. Everybody say a chocolate. Олов, саған сыйлық. Бұл Қазақстанда жасалған шоколад. Қандай дәмді. Рахмет саған, Али. Шынында да көңілім көтеріліп қалды. Менің ән айтқым келіп тұр. Йоу. Менің атым Олов. Мені Эльза жасады. Тәттілерді сүйемін. Бөлісуді білемін. Достарыммен жүремін. Балалармен билеймін. Йоу. Ойбай, басым. Олов, байқасаңшы, бір жерің ауырып кетпеді ме? Сенде барлығы жақсы ма? Я, жақсымын. Бір-бірімізге ренжімей жүрген қандай жақсы. Мен мерекені сондай жақсы көрем. Әли, мен сені қатты жақсы көрем. Келші енді, құшақтағым келіп тұр. Дұрыс айтасың, Олов. Әлемдегі барлық адамдар бір-бірімен татулықта, бірлікте, достықта өмір сүргені жақсы. Жер бетінде мейірімділік, салтанат құру керек. Осындай мейірім көп адамдарға жетіспей жатады. Олай болса, қараңдар. Әли, Ая, мен сендерге мейірімділік тұмарын алып келдім. Бұл тұмар әлемдегі барлық адамдарды жамандықтан, зұлымдықтан қорғайды. Вау! Қандай әдемі! Ерекше тұмар екен. Өрнектері керемет. Өрнектерді бір-бірімен бірге ұстау керек. Біреуі жоғалып кетсе бітті. Жамандық болады. Бейбітшілік символы атанған қасиетті тұмарды аз уақытқа аманаттап, өздеріңізде қалдыра тұрсам деп едім. Рахмет, Эльза! Бізге сенім артқаныңа. Ая екеуміз оны қорғап қастерлеуге уәде береміз. Қандай керемет тұмар! Бұл тұмар өте қасиетті, сиқырлы деп айтуға болады. Сосын бұл сиқырлы тұмарға қызығушылар көп. Зұлымдардың қолына түсіп қалмау үшін қорғап ұстау керек. Қорықпай қойыңдар. Қазақстан ең қауіпсіз елдердің бірі. Тұмарды қорғап жүру бәрімізге міндеттеледі. Сондықтан, Әли, Ая, мен сендерге сенемін. Әрине, Эльза. Мұнда біздің батыр балалар бар. Ер жүректі қайсар қыздарымыз да бар. Қасиетті тұмарға ешкімді жолатпаймыз. Қазақ елі батыр және өте қонақ жай халық. Жүріңдер ендеше. Шыршаның шамын жағып, мерекелік тәттілердің дәмін көрейік. Мейірім тұмарын, мейірім жоқ әлемде ұстаудың қажеті жоқ. Барлық жер бетінде зұлымдық жайлаған. Оны көзден таса қылып,
жою керек. Тоқтат! Бұл мекен мейірімділікке толы жақсы мекен. Елдің ынтымағы жарасқан тату, шетелден достары да көп. Бүгін мереке. Біз жаңа жыл мерекесіне жыл иесін күтіп отырмыз. Тұмарға тиіспе. Қайтар өрнектерін. Орнына қойыңдар. Жоқ! Сендер адамзаттың мейірімділігіне сенесіңдер ме? Олар алдамшы. Арам, бір-бірімен сыйыспайтын жандар. Тіршілік мәнін түсінбейтін, қамқорлықты білмейтін, соғысты жақсы көріп бірін-бірін құртуға әрекет етіп жүрген жандар ғой. Эльза, мейірімділікті іздеме. Тұмардың өрнектерін зұлымдық тілегендерге таратып берем. Жаңа жыл келмейді. Тойламай-ақ қойыңдар. Ей, қаралы дүлей, тоқтат, мерекені бұзба, тиіспе Эльзаға, мен саған көрсетем. Мейірімділік іздемеңдер, ол жоқ бұл әлемде. Эльза, сен менімен жүресің. Сенің сиқырлы қасиетің бізге өте қажет. Жоқ, тиіспеңдер Эльзаға, зұлымдар, тоқтаңдар, жоқ. Олар енді бүкіл жер бетін мұздатып, зұлымдық мекеніне айналдырады. Қалай құтқарамыз, достар? Білмеймін. Бір әрекет жасауымыз керек. Достар, енді не істейміз? Жаңа жыл келмейді ме? Босқа мұңаймаңдаршы. Жаңа Эльзаны борандатып алып бара жатқанда, мен мұна тұмардың өрнегін байқатпай алып қалдым. Уа, жарайсың, Али. Бұл мейірімділіктің бір сынығы ғой. Үміт өшкен жоқ. Біз Эльзаға көмектесе аламыз. Осы өрнек арқылы басқа да өрнектерді табуға болады. Тұмардың толық өрнектерін жинаған кезде, оның қасиеті мен сиқыры қайта орнына келеді. Жарайсың, Али! Енді не істейміз? Өрнекті тұмарға орнатып, сиқырлы сөз айтсақ, келесі өрнекті табуға болады. Бірақ ол қай жерде? Кім ұстап жүргенін де білмейміз. Мүмкін Африкада, мүмкін Калифорнияда, мүмкін Жапон елінде шығар. Дайын болыңдар. Аттанамыз ба? Мейірімділік үшін мен дайын. Ал әкем мен ана іздеп қалса қайтемін? Ол уақыттың өткенін олар байқамайда қалады. Солай ма? Ендеше мен де дайынмын. Ал, көрейік. Сиқырлы сөз айтайық. Қалай еді? Эльза білуші еді. Есіме түспей тұрғаны. Қазір мына сөз болу мүмкін. Бамбара, Чуфара, Лорика. Жоқ, Олов, сиқырлы сөз келмей тұр. Ендеше бұлай. Сусака, Масака, Буридо, Фуридо. Олай емес сияқты, Олов. Қане, ойланып көрші. Жүрегін ұстап тұрып айтушы еді. Мейірім орнасын, әлемге нұры тарасын. Міне, осы болу керек. Қане, қолымыздан ұстайық, біргейік. Келіңдер! Келіңдер! Осы сөзді 3 рет қайталап айту қажет. Мейірім орнасын, әлемге нұры тарасын! Кеттік. Мейірім орнасын, әлемге нұры тарасын!
Қайырлы күн, қайырымды жан. Қайырлы, қайырымды. Ондай сөз біздің ортада қолданылмайды. Сен кімсің? Ал сен кімсің? Қайдан келдіңдер? Не қылып жүрсіңдер, а? Біз жолаушы боламыз. Әлемді кезіп жүрген, бір нәрсе іздеп жүрген. Жолаушы. Не киіп алғансыңдар? Үстеріңдегі не мынау? Біз Қазақстан деген елден келген Әли мен Ая боламыз. Сізге өтінішіміз бар. Көмектесе аласыз ба? Өтініш. Жолама маған. Ұстаңдар. Аяқ қолдарын матап түрмеге амаңдар. Бізде өтініш, көмек деген атымен жоқ. Кімде-кім біздің тәртіпті бұзса, міндетті түрде жазаланады. Біздің тәртіпті бұзуға қақыларың жоқ. Ол қандай тәртіп? Өзім ойлап тапқан тәртіп. Босатқан е біздерді. Екеуін жазалаңдар. Тоқтатыңдар. Сендер кіммен байланысқандарыңды білмейсіңдер ме? Мынау қайдан шыға келді? Кімсің? Біздің жақта мынандай жандар бар ма? Біз мейірімділік жаршыларымыз. Қолыңдағы өрнек біздің сиқырлы тұмардікі. Сен оны бізге қайтарсаң, біз бұл жақтан өзіміз-ақ кетеміз. Сен қызық екенсің. Сен маған ұнап тұрсың. Өзі сондай суық. Сіз де жақсы жан екенсіз. Жаңағы билеген билеріңіз маған қатты ұнады. Мүмкін бізге сол биді үйретерсіз, а? Рас па? Жаңағы би ұнады ма? Егер сендер бізбен билесеңдер, үйретеміз. Әрине, билейміз және үйренеміз. Босатыңдар. Кеттік. Билейміз. संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय दिन तड़ाक Сіз жақсы жан екенсіз. Негізі, мейірім деген жүректің түбінде ұйықтап жатыр. Оны оят. Шын айтып тұрсың ба? Мен де жауыз болудан шаршадым. Бәрібір жақсы атақ жоқ. Менің де қадірлі, құрметті болғым келеді. Қалай істесем болады екен, а? Ендеше, біріншіден, айналаңыздағы адамдарға қамқор болыңыз. Екіншіден, жақсылық жасауды көбейтіңіз. Ал үшіншіден, қолыңыздағы өрнекті қайтарсаңыз. Біз оны қасиетті тұмарға орнатуымыз керек. Сол кезде сіздің елде де мейірімділік пен бейбітшілік орнайтын болады. Аллахи биллахи ма? Аллахи биллахи. Ия, Ая ешқашан өтірік айтпайтын адам. Мен оған сенемін. Ендеше міне, алыңыздар, тұмардың өрнегі. Сендер келмегенде бәрі қоқысқа лақтырып тастаймын деп отыр едім. Білмедім не екенін. Мейлі, алыңдар, болсын. Күллі әлемде мейірімділік орнасыншы. Рахмет саған. Аман болыңыздар. Кеттік. Мейірім орнасын, әлемге нұры тарасын.
жоқ. Мен әлі дайын емеспін. Құтқарыңдар! Олар мені пайдаланып жүр, зұлымдыққа мәжбүрлеп жүр. Жоқ, олай жасай алмайм. Мені балалар әлі де жақсы көреді. Айтыңдаршы, балақайлар. Мені жақсы көресіңдер ғой? Міне, көрдіңдер ғой. Мен ондай іске дайын емеспін. Панда досым, саған не болды? Не болғанда, былай ғой. Анау кетсінші. Мен ол тұрса сөйлей алмайм. Олар менің күшімді пайдаланып, зұлым ойларын іске асырмақшы. Қалай сонда? Олар дегенің кімдер? Аты жөндерін білмейм. Анау сияқты, сұп-суық, кигендері қап-қара киім. Маған, сен ең күштісің, пандаға бізбен дос болу керек, болашағыңды ойла дейді. Қолдарында мынадай өрнек болды ма? Сен де солардың бірісің ғой, ә? Кетіңдер, жоғалыңдар, мен сендерді көргім келмейді. Жоқ, панда досым, олай деме. Біз сені құтқару үшін келдік. Солай ма? Солай. Сенбесең, балалардан сұрап көрейік. Балалар, біз пандаға доспыз ғой, иә? Балаларға сенетін шығарсың. Рахмет, балалар, сендім. Бірақ анау ше, балалар, анау да дос па? Ендеше бері кел, қорықпай-ақ қой, мен саған тимейм. Кел. Атың кім? Олаф, ойнап, сөйлесіп тұруға уақыт жоқ. Былай істейік. Анау, қара киінгендерден сені мынадай өрнекті алып берсең болғаны. Сол-ақ па? Иә, сол ғана. Біз саған көмектесеміз. Сенің күшің көп. Сен бәрінен мықтысың. Жарайды, ол үшін не істейін? Мен зұлым болуға келістім. Ана өрнекті маған беріңдер. Мен ұстайым деймін бе? Дәл солай айтасың. Сосын олар кеткен соң, бізге сыйлайсың. Жоқ. Мен ойнап айттым. Мен олай істей алмайм. Мен сөйлей алмай қалам. Қорықпа, панда досым. Біз сенімен бірге боламыз. Қане, бойыңды тік ұста. Басыңды көтер. Қабағыңды түйіп ал. Әзірше ойнау керек болады. Енді шақырана жауыздарды. Эй! Бері келіңдер! Мен дайын! Я! Виу-пух! Я! Виу-пух! Жарайсың, панда достым. Бәрін дұрыс дедің. Мәссаған, достар! Сендердің келгендерің қандай жақсы болған. Болашақта да бірігіп, ел болып, ойын ойнап, би-билеп жүрейікші. Қандай жақсы! Бір рахаттанып қалдым-ау. Егер сағынсаң, бізге келіп тұр. Жаңа жыл мерекесін тойлауға сені шақырамын, панда досым. Уақыт аз, жүрейік. Панда, сау бол. Сенің күшің көп. Сен мықтысың. Ал бізге қалған өрнектерді табу керек. Рахмет саған, панда! Кеттік. Мейірім боласын, әлемге нұры тарасын!
Моана! Теңіздегі балықтардың бәрі қырылып жатыр, Моана! Ендеше аралдың оң жақ бөлігінен аулайық. Ол жақта да дәл солай. Біздің ел азықсыз қалуы мүмкін, Моана. Бір амалын табайық. Халық ашықса, қырылып қаламыз. Мауи. Мауидің ісі шығар. Мауи, тағы да еркелікке бастың ба? Ақымақ досым-ай. Мауи! Мені дауыстап шақырған кім? Біреу Мауи деді ме? Мауи мақта, Мауи күшті, әрі жеңімпаз. Мақтаншақ, Мауи. Мақтануға тұрарлық, Мауи. Мауи, айтқане, тағы не білдірдің? Моана алға, Моана жарайсың, Моана жол баста. Шаршаған жоқпысың? Мауи, менен ештеңе жасыра алмайсың. Кіммен байланыстың, Саған ел сеніп қорғайды деп жүр. Ал сен болсаң, мақтанудан жалықпай жүрсің. Кім мақтаншақ? Мен бе? Мен расында да күштімін. Қане, кел ендеше. Менің күшіме күмәнің болсын. Тоқтатыңыздар! Аралдағы адамдар аштан қырылайын деп тұр. Теңіздегі балықтардың бәрі өліп қалған. Ол ненің әсері екен, мен білетін сияқтымын. Сен оны қайдан білесің? Біздің жаққа бірінші рет келдің бе? Әлде туристпісің? Жоқ, қателестің, Мауи. Саяхатшы да, турист емеспіз. Біз мейірім жанашырларымыз. Сіздің арал қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Егер біз іздеген нәрсемізді таппасақ, Аралда күн өте ыстық екен. Мен еріп барам. Тезірек табайық та кетейікші. Уақыт аз. Мынаусы кім тағы? Ал сіздер не іздеп жүрсіздер? Бізде аралда өлген балық өте көп. Теңіздің ащы суын ішесіздер ме? Мауи, біз сенде бар бір нәрсені іздеп жүрміз. Ол сиқырлы және біз үшін өте қасиетті. Мауи, сен аралдағы адамдарды неге ойламадың? Бұның не? Неге олай жасайсың, Мауи? Біздің мейірімді досымыз едің ғой. Мен түк түсініп тұрғаным жоқ. Ол не нәрсе? Ол не зат? Бәсе, мен оны әлдеқашан байқағанмын. Мауи, жасырма, түгел айтып бер. Қане, Мауи, құлағым сенде. Жоқ, айта алмаймын. Қашан айтасың? Сізге құпия. Аралдағы адамдар аштан қырылып қалғанда ма? Бол, тезірек айт. Күтіп тұрмын, Мауи. Ол былай ғой, Моана. Олар менің сиқырлы ілмегімнің күш азайды деп, маған мына өрнекті сыйлады. Мен бірақ білмедім не нәрсе екенін. Бірақ қолға ұстағаннан бастап, қырып жойып, төбелескім келіп тұрды. Содан соң маған ерекше күш сыйлады. Мен ашулануды үйрендім, ызалануды үйрендім. Менің күшім одан сайын тасып, су астындағы балықтармен, жануарлармен арпалысып, олардың бәрін жеңдім. Балықтардың біразын қырған менде зұлымдықтың күші пайда болды. Енді мен бәрінен де мықты болам. Негізі Мауи мейірімді, Мауи қамқор, Мауи қайырымды. Мына өрнекті алғалы өзімде қатты өзгеріп кеттім. Жоқ, маған керек емес. Кімге берейін? Алып кетіңіздерші. Маған беріңізші. Мен алайын. Менде мүлдем күш жоқ. Еріп барам. Мә, алшы. Тоқта, сен мен сияқты қуып кетпейсің бе? Мынаның сиқыры менің ілмегімнен де күшті екен. Мә, абайлап ұстарсың. Бұл қасиетті тұмардың бір бөлігі ғана ғой. Солай ма? Мен білмедім. Мейірімді екенсің, Мауи. Рахмет саған. Оқасы жоқ. Моана, кешір мені, Моана. Мені білесің ғой, қателік жасағанда байқамай қалам. Кешірші, достым. Балықтардан кешірім сұраймын. Бәріміз баяғыдай тату тәтті тоқшылықта боламыз. Мен саған уәде беремін. Сүйінші!
теңіздегі балықтар қайтадан пайда болды. Баяғыда елге азық табылды, Моана. Міне, айттым ғой, Моана. Бәрі орнына келді. Кешірімшіл болған өте жақсы қасиет, Моана. жарайды кешірдім Seni sözlüyemem canım ben aldığımda Alırsın, ansakansın Ege jel giderse jel yanımda oylanma Kedem salsa alыс жаққа Рахмет сіздерге. Аман болыңдар. Мейірім орнасын, әлемге нұры тарасын. Қатты суық екен. Соңғы мейірім өрнегін табуға кім көмектесер екен, а? Йоу. Шіркін, туған жердің ауасы қандай керемет. Рахат қой. Рахат дейсің. Біз тұмарымызды толықтыра алмадық. Өзіміз қатты тоңып қалдық. Мүмкін үсіп қалатын шығармыз. Жоқ, қойыңдаршы, үсімейсіңдер. Бұл жақтың ауа райы суық болса да, адамдары өте мейірімді келеді. Біз өрнекті тез табамыз. Қазір айғайлап дауыстап шақырып көрейікші. Оллахи! Олаф, сен қайдан жүрсің? Сен неге Эльзаны тастап кеткенсің? Мен оны тастаған жоқпын. Сиқыршы Малефисента дуалап алып кетті. Біз мейірім тұмарын қорғай алмадық. Эльза қайда? Сен білмейсің бе? Эльза өте әлсіз. Ауырып жатыр. Оны сиқыршы Малефисентаның аймағынан Анна мен Кристоф құтқарып алып келді. Мейірім тұмарының өрнектерін таба алмаған соң, күші сарқылып барады. Біз өрнектердің бәрін таптық. Тезірек бұл хабарды Эльзаға жеткіз. Рас па? Алақай! Әрине жеткізейін. Кеттім. Жақсы жаңалық. Алақай! Қанекей достар, кім бар? Менің достарым тоңып қалды. Көмектесіңіздер. Мен үйге қайтқым келіп тұр. Мереке тойлап әжемнің тәтті бәлшін жесем ғой. Шіркін, қарнымды ашты. Егер тұмардың барлық өрнектері табылса, неге Қазақстанға қайта бермедік? Достар, бір мейірім өрнегін тезірек табайық. Оларды біріктіріп, біз Эльзаға күш сыйлауымыз керек. Сосын Қазақстанға қайтамыз да, жаңа жыл мерекесін бірге тойлаймыз. Алақай! Үйге қайтамыз. Қане, мейірім өрнектерін біріктірейік. Мейірім орнады деп ойлап тұрсыңдар ма? Ақымақтар. Соңғы өрнек табылғанша ел мейірімсіз болып жүреді. Зұлымдық, жамандық, қорлық, зорлық. Малефисента, соңғы өрнек менде. Көрдің ғой міне.
біз мейірім тұмарын қайтадан жинай алдық. Мүмкін емес. Бұл қалай болғаны? Расында да өрнектер толық жиналыпты. Таң қаларлық жағдай. Жарайсыңдар. Эльза, мына достарың мықты екен. Қанша қиындықтарды жеңіп, саған қайтадан сиқырлы күш сыйлады. Ең бастысы, мейірімділік тұмарын қорғай алдыңдар. Жарайсыңдар. Енді ол мейірімді сақтап жүріңдер. Мен сендерді өз елдеріңе қайтарамын. Қандай керемет! Біз үйдеміз! Алақай! Балалар, қараңдаршы, қасиетті мейірім тұмарының өрнектері толық жиналды. Енді ешқандай зұлымдарды жолатпаймыз. Еліміз жамандықтан, соғыстан аман болсын. Осындай балалардың арқасында барлық елге мейірім орнады. Бізге көрермен жас достар да көмектесті. Рахмет сіздерге, балалар. Бәріміз бірге қосылып, Әли мен Аяға да рахмет айтайықшы. Қане? 1, 2, 3! Жарайсыңдар, балалар! Жаңа жылан жылы келді. Мерекені бірге тойлауға рұқсат па? Әрине, Малефисента. Біз мейірімнің жаршыларымыз ғой. Ал мейірімді жан кешірімшіл болады. Мерекеде бізбен бірге болыңыз. Әуелі шыршаның шамын жағайық. 1, 2, 3, шырша жайнайды! Балалар, қалай ертегі ұнады ма? Балалар, естілмейді. Келесі жыл қайт келесіңдер ме? Сабақ 5-ке оңайсыңдар ма? Жарайды, ендеше барлығымыз орнымызда тұрайықшы, қане? Біздің арамызда тиктокерлер бар ма? Қане, ендеше барлығымыз бірге ертегі кейіпкерлерімен тикток билейік!
son del